Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Мен сіздермен бүгін қазіргі таңда хит болып жатқан 5 түрлі пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл пирогтарды сіздер мерекелік дастарханға қойсаңыздар болады. Өте керемет, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің артымда түрлі рецептер бар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен королевский пирог дегенді дайындайтын боламыз. Бұл қазіргі таңда өте хит пирогтардың бірі. Оны дайындау үшін ең алдымен біз қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ұнымызға разрыхителімізді, какаомызды және де қантымызды қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Кейін осы араласқан массамызға ұнды біз сары майымызды, бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, ұсақтап турап қосасыздар да, барлығы түйіршіктерге айналғанша араластырып аласыз. Қамырымыз осылай түйіршіктерге айналғаннан кейін оны жеке қоя тұрамыз. Енді салмасын дайындасақ, салмасын дайындау үшін біз сүзбемізге қантымызды, жүгері крахмалын және жұмыртқаны қосып, блендердің көмегімен жақсылап тұрып айналдырып аламыз. Яғни барлығы біркелкі масса пайда болуы қажет. Енді пирогымызды жинақтасақ, пергамент қағазы төселген формамызға ең алдымен қамырдың 3/2 бөлігін саламыз. Яғни 3 бөлікке бөлеміз, соның 3/1 бөлігін саламыз. Яғни астына жақсылап тұрып төсеп шығамыз. Қамырымызды барлығын жайып, біркелкі етіп жайып аламыз. Кейін осы жайып алған қамырдың үстінен жаңағы салмамыздың 2/1 бөлігін, яғни салмамызды 2 бөлікке бөліп, соның 1 бөлігін саламыз. Жайып шыққаннан кейін жаңағы қамырымызды тағы да 2 бөлікке бөлесіздер да, оның 1 бөлігін осы салманың үстімен сеуіп шығасыздар. Барлығын сеуіп алғаннан кейін қайтадан салмамызды саламыз. Яғни дәл солай қайталаймыз, салмамызды саламыз және де соңғы қамырымыздың бөлігін салып шығамыз. Видеодағыдай істеп алғаннан кейін духовкада 180 градуста 35-40 минут пісіресіздер. Міне осындай керемет пирогымыз дайын болды. Біздің екінші пирогымыз ол жидекті пирог деп аталады, яғни ягодный пирог. Оны дайындау үшін ең алдымен біз қамырын дайындаймыз. Қамырына біз қантымызды, разрыхителімізді қосып, жақсылап тұрып араластырып аласыз. Кейін осыған тағы да ұсақтап салқын сары майымызды турап аласыздар. Барлығын түйіршік пайда болғанша жақсылап тұрып араластырып аласыз. Араластырып алғаннан кейін бір жұмыртқамызбен
бір ас қасық қаймағымызды қосып, жақсылап тұрып қамырымызбен араластырып, яғни бір келкі қолға жабыспайтын қамыр пайда болғанша жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қамырды пергамент төселген формамызға салып, жан-жағын, яғни бортикиларын келтіріп, формалап аласыздар. Формалап алғаннан кейін холодильникке жарты сағатқа қойып қоясыздар да, ол уақыт аралығында біз салмамызды дайындайтын боламыз. Салманы дайындау үшін біз белгілі мөлшердегі қаймағымызды және де оған қантымызды және жидек пюресін қосасыздар. Кез келген жидекті алсаңыздар болады. Менде қатырылған қарақаттың пюресі, сіздер кез келген жидекті алып блендермен пюрелеп алсаңыздар болады. Және де сонымен қатар крахмал, жүгері крахмалын қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Барлығы бір келкі масса пайда болғанша жақсылап қасықтың көмегімен араластырып аласыздар. Осы араластырып алған массамызды, салмамызды жаңағы пирогтың үстінен құйып, духовкада 180 градуста 35-40 минут пісіріп аласыздар. Яғни біздің салмамыз барлығы піскенше жақсылап пісіріп аласыздар. Міне осындай өте керемет, өте дәмді, жидекті пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізде келесі пирог ол сметанник, яғни қаймақты пирог. Осыны біз дайындайтын боламыз. Қаймақты пирогты дайындау үшін ең алдымен біз қамырын дайындаймыз. Қамырына біз бөлме температурасында еріп тұрған, немесе тіпті қатты еріп тұрған сары майымызға қантымызды қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Және де жұмыртқамызды да қосып, жақсылап бір келкі масса пайда болғанша араластырып аласыз. Кейін оны жеке қоя тұрып, ұнымызға қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып аласыздар. Осы ұнымызды електен өткізе отырып, жаңағы майды массамызға қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Илеп алған қамырымызды біз пергамент қағазы төселген формамызға салып, жан-жағын барлығын келтіріп, бір келкі формаға келтіріп аласыздар. Менде форманың диаметрі 24 см. Сіздер кез келген форманың диаметріне өз рецептеріңізді келтіріп алсаңыздар болады. Енді салмасын дайындайтын болсақ, салмасын дайындау үшін біз қаймағымызға жұмыртқамызды, 3 жұмыртқамызды, қантымызды және де жүгері крахмалын қосып, жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Барлығын бір келкі масса пайда болғанша араластырып, және араластырып алғаннан кейін жаңағы формамызға құямыз. Осы формамызға
құйып духовкада 180 градуста бұны да 35-40 минут пісіресіздер. Пісіргеннен кейін суытуға қойып қоясыздар, себебі толығымен суыған кезде ғана оның салмасы қатып шығады. Міне осындай пирог дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіз. Бізде келесі пирогымыз ол алма қосылған сүзбелі пирог, творожный. Сіздер алманың орнына кез келген жемісті, жидекті қоссаңыздар болады. Бұның да қамырын дайындау үшін ең алдымен ұнымызға қантымызды, салқын мұздай суымызды, жұмыртқамызды және де қопсытқышымызды қосып, бір келкі қамыр пайда болғанша жақсылап тұрып илеп аласыздар. Сары майды да қосуды ұмытып кетпеңіздер. Барлығын қосып, жақсылап бір келкі қолға жабыспайтын қамыр пайда болуы қажет. Бұл қамырды да дәл солай формамызға, пергамент төселген формамызға салып, жан-жағын келтіріп формалап аласыздар. Бұл жерде менің де формам 24 сантиметр диаметрлікте. Қамырымыздың формасын келтіріп алғаннан кейін біз ішіне салатын салмасын жасайтын боламыз. Салмасын дайындау үшін біз сүзбемізге қантымызды және де жұмыртқамызды салып, жақсылап тұрып, қаймағымызды да қосып, жақсылап блендердің көмегімен араластырып аласыздар, яғни бір келкі масса пайда болғанша. Дайындап алғаннан кейін біз жаңағы қамырымыздың түбіне кез келген джем немесе вареньямызды осылай жағып шығасыздар. Менде қарақат джемі, пюре алсаңыздар да болады, осылай жағып шығасыздар. Және де жаңағы сүзбелі салмамызды құйып, бетіне ұсақтап пластинкалап туралған алмамызды салып шығасыздар да духовкада 180 градуста 35-40 минут пісіріп аласыздар. Ол сіздердің духовкаларыңызға байланысты ұзақ уақыт кетіп қалуы да мүмкін. Міне осындай өте керемет алмалы пирог дайын болды. Бізде келесі пирог ол жаңғақты меренгалы пирог болып табылады. Оның ерекшелігі астында жаңғақ, үстінде меренгадан жасалған. Бұл пирогты жасау үшін біз ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Бұл жерде де дәл солай қамырымызға қантымызды қосып және де қопсытқышымызды салып араластырып аласыздар. Кейін араласқан массамызға ұсақтап туралған сары майымызды саламыз да түйіршік пайда болғанша жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Яғни түйіршік сияқты масса пайда болуы қажет. Кейін осыған бір жұмыртқамызды салып, қамыр пайда болғанша жақсылап илеп аласыздар. Осы пайда болған қамырымызды холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Салмасын меренганы дайындау үшін біз жұмыртқаның ағын араластыра отырып, біртіндеп қантты қосып, әбден жақсылап әппақ болғанша араластырып аласыздар. Яғни бұлт сияқты әппақ болу керек, төңкерген кезде төгілмейтіндей пайда болуы қажет. Араластырып алғаннан кейін біз оны пирогымызға саламыз. Яғни жаңағы қамырымызды формамызға салып келтіріп аласыздар, формалап, және де түбіне ұсақтап туралған жаңғағымызды, яғни менде грек жаңғақтары, соны саласыздар да бетіне меренгамызды салып,
жақсылап жайып шығасыздар да духовкада бұны 180 градуста 40-45 минут пісіріп аласыздар. Міне осындай пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен бірге болған Жансая. Міндетті түрде осы 5 пирогтың барлығын жасап пісіріп көріңіздер. Қалай шыққанын комментарийда бөлісуді ұмытпаңыздар. Толық көргендеріңізге рахмет. Видеоларым ұнаса тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.